саламатсыздар ма, әріптестер? Тәрбиеші қыздар, мынаны ата-аналар тобына жібересіздер. Осы конфетті жеген балалар жұқпалы ауру және емханасында инфекционный больницада жатыр дейді. 15-17 күн бойы понос дейді балаларда. Мына конфетті жемесін. Разноцветный қылып, көзді қызықтыратын қылып шығарған қытайлар ішінде қоспасы бар дейді. Осыны міндетті түрде топтарға жіберіп қойыңдар. Балаларды сақ болсын, не болса соны жегізбесін. Сынып жетекшілер, мына оқушы біздің мектепте 9 класстың оқушысы. Мына бір Қытайдың ашты пәлесі бар. Соны жеп, артынан кола ішіп, мына баланың аяғынандай болып, тараздан реанимациядан бірақ шықты. Енді ата-аналарға жіберіңіз да осыны. Түсіндірме жұмысын жүргізіңіздер. Балалардың не ішіп, не жеп отқанын бақылауда ұстасын. Ана Қытайдың пәлесін алмаңыздар. Қанға инфекция түсіп кеткен деп айтыпты. Қытайдың со бәлесі, ашты пәлесі бәле болды. Алып бермесін. Соны аштыны жеген, артынан кола ішкен, сонымен балаға аяғының барлығы осындай болып кеткен. Сол себепті де ата-аналарға түсіндірме жұмысын жүргізіңіздер.